боламыз. Дарын партнер, яғни Дарын онлайн білім беру платформасының серіктестеріне арналған жеке кабинет. Бұл кабинетте тек қана партнерға ғана доступ беріледі, және де ол адам ғана бұны қолдана алады. Партнер кабинеті не үшін арналған? Біріншісі, өзінің клиенттарына, өзінің аймағы бойынша тіркелген оқушыға дарындарды жіберіп, сабақтарды қосып беру үшін арналған. Және де екіншісі, өзінің толыққанды командасына, яғни сату менеджерларына осы партнер арқылы базаға доступ беруге мүмкіндік жасалатын жер осы жер. Қазір біз әрқайсына бір шолып шығайық. Бұл жерде не бар? Біріншісі, адамның аты жөні, өзінің аты жөні тұрады. Шығуға болады, құпия сөзді ауыстыруға болады. Статистика бойынша, өзінің аймағы бойынша статистикалық көре алады, мектептер бойынша. Бұдан бөлек нұсқаулық дегенге басса, бұл жерде жаңағыдай партнерға арналған нұсқаулықтар, одан бөлек менеджерға арналған нұсқаулықтар деген секілді қосымша құралдар, қосымша ақпараттарды осы жерге жүктеуіне де болады екен. Егер мысалы партнердің менеджер по продажамға керекті беретін, бөлісетін ақпараттары болса, осы жерге бұны енгізіп қоюына болады. Бұдан бөлек корзина деген батырма бар. Яғни корзина батырмасында бұл жерде сабақта алғысы келіп, бірақ алмай кеткен оқушылардың данныйлар шығып тұрады. Осы жерде қарасаң, қандай сабақтар бар екен, және де қай күні адам кіріп, осы сабаққа қызығушылық білдіргенде көріп хабарласуға болады. Одан бөлек қолданушылар, яғни қолданушыларда тек оқушы емес деп бөлінеді. Егер де біз тек оқушылар десек, демек бізге тек қана оқушылар шығады. Плюс осы жерде біз сынып бойынша іздесек болады. Мысалы бізге 9-шы сыныптың оқушылары керек болса, біз мына жерге 9 деген санды жазып, поискқа интернет кнопкасын бассақ, бізге тек қана 9-шы сыныптың оқушылары шығады. Бұдан бөлек мына жерге мектепті жазып, мектеп бойынша да фильтровать етуге болады. Әр оқушының аты жөні, почтасы, қай қаладан екені, және де қай мектепте оқитыны, қай сынып екенде көрініп тұрады. Плюс адамның қай күні тіркелгені, сағат нешеде, қанша дарын бонусын жинағаны, және де рейтинг бойынша қаншасыншы орынды алып тұрғанда көрсе болады екен. Так, төлемдер, яғни төлемдер тарихы. Бұл жерде әрбір оқушының төлем жасап, қай платеж арқылы өткізгенде көруге болады. Сабақтың сатып алғанда көруге болады, қанша дарын бонусы жұмсалғанда көруге болады екен. Мысалы, мен өзімнің жеке кабинетім бойынша оқушылар өздері кіріп, сабақтарын дарын бонустарын айырбастап, сатып алып оқып жатқан көрінеді. Ары қарай кеттік. Жазылымдар деген батырманы басса, әрбір серіктестің өзінің оқушысының қай күнге жазылғанда көре алады. Және де оның жазылу уақыты, мерзімі қай күн аяқталады, басталуы, аяқталуы деп тұр, осында көрсе болады екен. Бұл арқылы қарап, егер оқушының жазылған уақыт аяқталса, оған хабарласып, ары қарай создыртуға болады. Операциялар бойынша қай оқушы қандай сабақты, қандай тестті орындады, яғни соны көруге мүмкіндік алады. Әрине бұл загрузка өте ұзақ болады, бұл жерде өйткені көптеген операциялар орындалады. Ары қарай кеттік. Олимпиада, яғни дарын жіберу. Ең басты кнопканың бірі осы, дарын жіберу біз үшін керек. Бұл жерде оқушыға біз дарын жібереді екенбіз. Дарынды 3 түрмен жіберуге болады. Яғни біріншісі бұл екі түрмен дегенім, біріншісі ID арқылы жібереміз, екіншісі почтаны енгізу арқылы жібереміз. Почтаны енгізген кезде де, ID-ді жазған кезде де клиенттің аты жөні шығады. Егер де сол жерде клиенттің аты жөні дұрыс болмаса, онда оны бір тағы тексеріп көруге болады, болмаса клиентке ескерту керек, аты жөнін дұрыс профилі толтыру керек деп. Кеттік ары қарай. Бұдан бөлек бізде команда деген осы жердегі ең бастының бірі батырма бар. Осы команданы басып, сату менеджерінің почтасын алып, ол почтаны алғаннан кейін біз оны қолданушылар деген жерден көрсек болады, оқушы еместер. Біз осы жерден ол почта арқылы іздеу, поиск жасап тауып алып, сол адамды біз сол адамға, яғни менеджер деген статус береміз. Яғни менеджер деген статус оған берілгенде, ол автоматты түрде бізде команда деп қатарға қосылады.
одан бөлек плюс ол адамға платформадағы сабақтарға доступ ашылады екен. Плюс және де дәл осындай қызметкерлер деген секілді партнерда ода базаға доступ беріледі. Яғни ол база арқылы толыққанды керекті адамдарға хабарласып сөйлесе алады. Мінекей біз мысалы тауып алғаннан кейін осылай кіріп менеджер деген рөлді берсек, клиент деген номерде рөлді берсек, оған клиент деген рөл қалып қалады. Менеджер деген рөлді берсек, оған платформадағы курстарға доступ, одан дарын партнерға базаға доступ ашылады. Плюс ертең бұл менеджерға өте ыңғайлы болады. Одан бөлек аймақтарды таңдап көрсетсеңіз болады. Аймақ таңдағаннан кейін мектепті көрсету керек емес, сақтау деген батырманы басу керек. Ескеретін жайт, менеджер әр серіктестің өзінің аймағына сай тіркелу керек. Егер де сіздің менеджеріңіз мен Алматы қаласында тұрамын деп Алматы қаласы деп тіркелетін болса, онда Алматы қаласындағы серіктестің базасында ғана ол көрінеді. Сізде өкінішке орай көрінбейтін болады. Осыны ескеру керек.